компартиясының, әсіресе Ши Цзиньпин билігінің адамзатқа қарсы қылмысын, зұлымдығын дүниеге әшкерелеуде қазақтардың үлесі өте жоғары. Сондықтан біз бұл ірі геосаяси тақырыпты бұғанға дейін айтып келдік. Енді бүгін мен өзімнің бір жеке басымдағы бір оқиғаны айтқым келіп отыр. Жеке басымдағы оқиға. Мен өзімде есімде жоқ, бүгін ғана байқадым, менің Қазақстан паспортымның жарамдылық мерзімі бітіпті. Сөйтіп мен Серікжан Біләшұлы 2025 жылы 10 сәуірде аяқ астынан Қазақстан Республикасының төл құжаты менен ары бері ұша алмайтын, жүре алмайтын, яғни Қазақстан Республикасының төл құжаты жарамайтын азаматқа айналыппын. Енді жұрт ойлайды, Вашингтон деген үлкен қалада тұрасың, Вашингтонда Қазақстанның елшілігі бар, соған барда паспортыңды толықтырып қайтадан жасай салмайсың ба дейді. Көп жұрт сөйтіп Қазақстанның Вашингтондағы елшілігіне, Нью-Йорктағы консулдығына кіріп, уақыты біткен, немесе уақыты бітуге таяған Қазақстан паспортын ұзартып жасатып жатады. Бірақ мен олай істемеймін. Себебі олар мені соттаған биліктің қызметкерлері. Қалай соттады? Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің базасында Серікжан Біләшұлы, құжат бойынша Серікжан Бияш, террорист. Сенбесеңіздер, кез келген нотариуске барып, таныстарыңыз жетеді ғой, осы Қазақстанда не көп, нотариус көп. Кез келген нотариуске барып, Серікжан Бияш деп іздетіп көріңіздер. Менің Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің базасында, кез келген нотариустық заңдық базада менің статусым террорист. Тіпті менің Қазақстандағы өзімнің жеке меншік жеңіл көлігіме дейін арестте. Мен ол көлігімді сата алмаймын, не елге сенім хат жазып, немесе оны өзімнің сақтандыруыма енгізіп, ел менің көлігімді айдасын деп те бере алмаймын. Менің көлігімді мен сол сотталып түрмеден шыққаннан кейін 2019 жылдың тамызының 16-сынан кейін мен көлігімді жүргізсем, көшеде менің көлігімді жол сақшылар тоқтатып, маған айыппұл жазайын десе, әлгілердің айыппұл жазатын планшетінен менің көлігімнің нөмірі шықпайды. Жоқ, олар аңтаң, мен де аңтаң. Ең соңында мен көлігімді біреудің атына жазып берейін деп барғанда, көлігім жаңағы сақтандырудың бәрі жабық. Себебі террористің көлігі. Сатуға да, біреуге де, беруге де, біреуге айдай тұр деуге де, немесе сақтандыру енгізіп, кез келген менің сақтандыруыма ат енгізілген басқаның айдауына да жол жоқ. Ол бір сұмдық $1 миллион көлік емес, $15 мың көлік болады. 15 жылғы $15 мың көліктің өзін, олар Қазақстанның билігі, мына террорист Серікжан осы көлігін сатса, $15 миллиард айналдырып алады деп шошып, сол көлігіме дейін базадан өшіріп, беруге, сатуға, біреуге пайдалануға беруге де болмайтын қылып қойды. Яғни ондай көлік жоқ. Ешкім алса да құжатын жасай алмайды. Менің банк есеп шотымды жапты, мұздатты. Ақшаларымды ала алмаймын. Мен бұрынғы бизнесмен болдым. Менің ақшаларым болды. Менің жерлестерім, менің туыстарым, менің ағаларым, тіпті біраз интеллигент, зиялы кісілер бәрі білет. Серікжан қандай жақсы бизнесмен болғанды. Айналама көмектестім. Мен мынау Қазақстанда ғана Дубайдан үй алғыш, 100 мәрте қажыға баратын бизнесмендер сияқты ірі шіріген бай болған жоқпын. Бірақ мен айналама қолым жететін, елі жұртымды тұтасымен алға сүйрей алатын сондай жігіт болдым. Банк есеп шоттарым жапты. Өзімдікімен қоймай, әке шешемдікінде жауып тастады. Менің жылжымайтын мүліктерімді арестке қойды. Ол да бір шіріген, сондай көп, сондай бір мүлкі бәленбай $1 миллион байлардың мүлкінде емес, жай қарапайым. Осы әшейін Алматыдағы кез келген
жаңа қазақ алатындай ғана мүліктер еді. Енді мен сол өзімді террорист деп соттаған, базасына Серікжан Біләшұлы террорист деген, мен биліктің алдына барып, тіземді бүгіп, маған Қазақстан Республикасының паспортын беріңдер деп мен жалына алмаймын да. Жалына алмаймын. Бірақ бүгінгі оқиға мен үшін алғанда бір ұртымда қан, бір ұртымда май болғандай, Абай атамның сөзімен айтқанда сондай бір оқиға болды. Көңіл күйім ерекше толқыды. Білмеймін, қайғырдым ба, ашуландым ба, бір үстімнен, бір мойнымнан, иығымнан бір ауыр жүк түскендей болып жеңілдедім ба, білмеймін. Білмеймін, қандай сезімде болған. Тіпті бір басымда мың түрлі бір-біріне қарама-қайшы сезімдер болғандай болды. Енді соның біреуі мынау. Бір сезімім. Бір арылғандай сезіндім. Бір арылып, жеңілдегендей сезіндім. Иә, Қазақстан Республикасының төл құжаты жарамсыз болды. Мен енді ол құжатпен ендігәрі ұша алмайтын. Ол құжатпен банктен есеп шот аша алмайтын. Ол құжатпен кез келген қонақ үйде жата алмайтын. Ол құжатпен, қысқасы, құжат керек жердің бәрінде ол құжатты пайдалана алмайтын болғаным үшін қайғырғаның орнына мен бір түрлі үф деп, иығымнан бір мың батпан, зіл батпан жүк түскендей бір жеңілдеген сияқты болдым ба, білмей тұрмын. Қызық. Шынында қызық. Иә, біздің бір атамыздың бір жаңағы бір оқиғалар еске келді. Енді не деп айтсам болады? Бір мысалды келтірейін. Біздің бір туысқанымыз болды. Жақын, жасы үлкен кісі. Сол кезде енді біз ол кісіні әже дейміз, бірақ сөйсек ол кісі тым да қарт емес екен ғой, америкалық қарттармен салыстырғанда. Сол аса 70-ке жетті ме, жетпеді ме, есімізде жоқ. Біз ол кезде жаспыз, боз боламыз. Сонда жаңағы кісі ауырды. Мен каникулға келген сайын жаңа барып тұрам, көңілін сұрап тұрам, қасында ұзақ отырып, жарты күннен отырып, көңілін көтеріп әңгіме айтам. Ол кісі мені қатты жақсы көретін. Бірақ мен ол кісіге бару маған қатты ауыр еді. Себебі ол кісі қан басыммен ауыратын, жүрек ауруы бар еді, және қантты несеп ауруы, сусамырмен ауыратын. Қатты қиналады оны. Себебі ем жоқ еді. Дәрілер тұтынады, сусамырдың дәрісін тұтынса, жүрек ұстайды, жүректің дәрілерін тұтынса, қан басымы көтеріледі. Қан басымның дәрілері керісінше сусамырын, жаңағы қантты диабетін көтеріп жібереді. Сон қысқасы қатты қиналды. Сон қызық, бір жаздық каникулда келгенде көңілін сұрап бардым, жылайды. Енді ол кісі жылағанда сондай мен қосылып қиналатынмын. Содан бір күн ол кісі кетті. Туыстардың бәрі, жұрттың бәрі жылап жүр, қайғырып жүр жаңағы. Енді ажал деген, өлім деген оңай ма? Бірақ мен қуандым. Жүрегімнің қаттылығынан, қатыгездігінен емес. Мен сол кісінің ана аурудың азабынан, ана барлық уколдар шаншылып тұрады, денесіне енді тесілмеген укол салматын жер қалмады енді қысқасы ол кісіде. Қатты қиналды. Мен ол кісінің азаттыққа, еркіндікке шыққанына қуандым. Дұға жасадым. Алла бұл кісіге енді азап бере көрме. Енді жаны қиналмайтын, дәрі ішпейтін, ауырмайтын жерге кетті. Енді рахаттандыр Алла деп тіледім. Бүгінгі менің көңіл күйім соған келіңкірейтін сияқты.
бір түрлі арылғандай, қоштасқандай, осы зұлым, жауыз, ұры, қарақшы, бандит, соттағыш, атқыш, өлтіргіш, шапқыш, түрмелегіш Қазақстан дейтін зұлым билік меңгеріп отырған менің сүйікті Қазақстан дейтін отанымның, елімнің құжатына мен қош айтып, мүмкін осы зұлымдар, залымдар, жауыздар, соттағыштар, түрмелегіштер билеген жүйеге тура солардың уақыт өткендей, солардың қолынан алған паспортымның уақыт өткен сияқты, бұлардың да уақыт өтті. Мен енді жаңа құжат аламын. Мен енді зұлымдардың қолынан емес, жауыздардың қолынан емес, адам атқыштардың қолынан емес, кісі өлтіргіштердің қолынан емес, халықты, қазақты тентіретіп, өздері шетелде, Дубайда миллиардтаған долларды тығып, триллиондаған долларды тығып отыратындардан емес, қазақтың алтын азаматтарын нақақ соттайтындардан, өлтіретіндерден емес. Мен енді шын, азат, тәуелсіз, еркін, демократиялы нағыз қазақ мемлекетінен, алаш мемлекетінен паспорт алуымның белгісі, мынау соның нышаны, мынау соның басы деп ойладым. Себебі қазақ тәуелсіз емес еді. Біздің қолымыздағы паспорт бізді билеген қанішерлердің, бандиттердің, кісі өлтіргіштердің берген паспорт еді. Иә, отан сенікі және менікі. Отан мәңгілік, билеуші уақыттық. Қазақ отанымыз, сенің де отаның, менің де отаным. Ол мәңгілік. Бірақ оны билеп отырған қазіргі Назарбаевтық, Тоқаевтық қылмыстық жүйе ол уақыттық. Бетеге кетер, бел қалар, бектер кетер, ел қалар дегенді қазақ осыған айтқан. Отан мәңгілік, қазақ мәңгілік, ұлт мәңгілік. Бірақ билеуші топ ол ұлттың уәкілі емес. Билеуші мына қарақшылар ол Қазақстан мемлекетінің де уәкілі емес. Бар болғаны олар сенімен мені езіп, қанап, соттап, мені террорист деп соттап, Марат Жыланбайды соттап, Думан Мұхаммедкерімді соттап, Айгерім Тілеужанды соттап, Асқар Сембайды соттап, Арон Атабекті өлтіріп, Заманбек пен Нұрқаділді өлтіріп, Дулат Ағаділді өлтіріп, оның ұлын да өлтіріп, қаңтарда 4 жасар Айгөркемді өлтіріп, және қалған қаңтаршыларды өлтіріп, атып, нақақ өлтіріп, қорлап, үтіктеп, ал көмілгендерінің көрін қайта қазып алып, қорлап, адамзат тарихында жоқ қылмысты істеген бұл қанішер қанды қолдар, бұл Қазақстан дейтін ұлы отанның, мемлекеттің ешқашан тепе-тең тұрғыдағы баламасы емес. Мен қазағымды сүйем, мен ұлтымды сүйем. Мен осы Ұланғайыр, Алтай мен Атыраудың ортасындағы ата-бабамыз қорғап қалған ұлы жерді сүйем. Аузын ашса жүрегі көрінетін әрбір қазақты сүйемін. Әр қазақтың табанына кірген шөгір менің маңдайыма кірсін деп тілеймін. Бірақ бізден еркіндікті, теңдікті, бақытты өмірді ұрлап алған, менің жастық өмірімді ұрлаған, сенің жастық өміріңді ұрлаған, миллиондап тентіреп жүрген жастарымыздың жастық өмірін ұрлаған мына зұлым билік ешқашан отанның баламасы емес. Олар жай қарақшы бандиттер. Ол сенің де бақытыңды қолыңнан тартып алған қарақшы, менің де бақытымды қолымнан тартып алған қарақшы. Сондықтан мен бұл қарақшылардың алдына барып, осы қарақшылар басқарып отырған мемлекеттің Американың астанасы Вашингтондағы елшілігіне барып, маған паспортымды жаңалап бере қойшы деп бармаймын. Менің бүгін паспортымның біткен кезін көріп, жарамдылық мерзімі біткен паспортымды ары қарап, бері қарап отырып, мен ойладым. Ендігі паспортым ол Алаш мемлекетінің паспорты болады. Ендігі Серікжан Біләшұлы Алаш мемлекетінің азаматы Серікжан Біләшұлы болады. Алаш мемлекетінің президенті Серікжан Біләшұлы болады. Ол Алаш мемлекеті қандай болады? Ол Ресей
империясы, басқыншы отар ата жау орыс империясы жаулап алған қазақтың ежелгі ескі жерін қайтарған, Қытай империясы жаулап алған, ата жау Қытай жаулап алған ежелгі қазақ хандығының ескі территориясы, шығыс қазақияны, шығыс алаш елін қайтарып алған, және қазіргі мына бандит қарақшы ұрылар билеп отырған Қазақстан дейтін елменен орыс Қытай жаулап алған екі бөлек территорияны қосып, үшеуінің басын қосқан ұлы алаш мемлекеті болады. Ал осы ұлы алаш мемлекетінің азаматы Серікжан Біләшұлы болады. Мен солай деп ойладым. Және бұл ой маған жайден жай келген жоқ. Білесіздер, Алла берген шексіз хикметпен, Алла берген білімменен біз қаншама нәрселерді бұғанға дейін дәл айтып келдік. Оны мені үзбей тыңдап отырған жұрт біледі. Мені үзбей тыңдап отырған жұрт біледі. Мен қаншама саяси оқиғаларды дәл айтып келдім. Мен тіпті қанды қаңтарды да жарты жыл бұрын болжадым. Қанды төңкеріс болады дедім. Жарты жылдың ішінде қанды қаңтар болды. Мен Қытайда қазақтарды жаппай тұтқындау болатындығын күні бұрын біліп дабыл қағып лекция сөйледім. Сол лекциямды тыңдап келтірген дәлел фактілеріме сеніп, иланып, көшіп келген кәсіпкер азаматтар осы уақытқа дейін рахметін айтады. Олардың айтқан рахметтері ютубте тұр. Мен айттым, мына Қытай фашизмге бара жатыр дедім. Мына Қытай бүгін мына жердің қазағына паспорт беріп, Қазақстанға барсаң бар деп, күйеуін жіберсе әйелін кепілге алып, әйелін жіберсе күйеуін кепілге алып қап, не екеуін жіберсе баласын кепілге алып қап бүйтіп жүр. Ертең бұлар жаппай қазақты қамайды, Маузидон заманы қайта келеді дедім, келді. Мынау Қазақстан сені кел, көш деп шақырғанда, о деп жақсы өмірді қимай, үйренген, ата бабаның өскен жерін қимай, ортаны қимай, пенсияны қимай, жұмысты қимай, бизнесті қимай, күйеуі көшейін десе әйелі көшпей, әйелі көшейін десе күйеуі көшпей, немесе баласы университетте оқып, сол оқып алсын, бітіріп алсын деп неше түрлі мың сылтаумен көшпей қалған қазаққа айттым. Бүгін Қазақстан саған паспортын беріп тұрғанда көшпесең, ертең Қазақстанда кеудеңнен итеріп саған паспорт бермейтін болады. Мына Мәсимовтың түрі жаман, Назарбаевтың да түрі жаман. Мына көші-қон саясаты мың құбылтып отыр, ертең сенен бұлар да кеудеңнен итереді, сонда барар жер басар тауың қалмайды дедім. Қытайда үлкен аласапыран, қара боран тұрады. Бүгін Қазақстанға есік ашық кезде келмесең, ертең тау асып, тас басып, темір таяғың тебендей, темір етігің кеңгідей болып, тозып отырып келесің дедім. Айтқаным келді. Концлагер болды. Сонда жұрт концлагер басталған кезде таңырқады, Секе осыны қайдан болжадың деді. Ол болжампаздық емес еді. Бақсы емеспін, Құдайға мың мәрте шүкір, ешқандай бақсы емеспін. 5 уақыт намазым бар, тақуа мұсылманмын. Қайдан білдім? Жұлдызға қарадым ба, карта аштым ба, құмалақ шаштым ба, жауырынын қарадым ба? Жоқ. Қайдан білдім? Себебі батыстық ресми, бейресми ақпарат көздерінде Шыңжаңның, яғни Шығыс Түркістанның партия комитетінің бас хатшысы болып, Чинчанго деген зұлым Қытайды жібереді екен деген бейресми ақпарат шықты сол кезде. Ал жұрт Чинчангоның кім екендігін білмейтін, бірақ Серікжан біледі ғой. Себебі бұл Чинчанго деген залым коммунист Тибетті қызыл қасап қырғынға ұшыратқан, бүкіл Тибетке геноцид жасаған қанышер еді. Яғни Қытай коммунистік партиясының қылышынан қан тамған қызыл жендеті болады ғой. Ол Тибетті қанды қасап қырғын жасап, содан Пекинге қарай өсіп, енді Пекинде отырған кезінде соны Шыңжаңға жібереді деген бейресми хабар шықты. Сол бейресми хабарды ести сала мен айттым, Чинчанго деген бұл залым келсе, онда коммунистер енді қазақ ұйғырды отайын депті, қырайын депті дедім, айтқаным келді. Ол саяси сауаттылық еді.
Бейне қанды қаңтарды жарты жыл бұрын дәл айтқаным сияқты менің айтқаным келді. Сосын концлагер басталғанда бүкіл қазақтың мен деген азаматтары бұны халықараға жеткізейік, әлемге дабыл қағайық. Біріккен ұлттар ұйымы бар, халықаралық адам құқын қорғау ұйымдары бар, бәріне жеткізейік, айтайық дегенде жұрт ойлады. Қытай әрбір қояды, мәдениеттен көрсінде әрбір борып қойды ғой дейді. Бірақ мәдениеттен көрсінде қынадай қырып жіберген жоқ па? Ол кезде қазақ халықараға дабыл қағалмайтын қазақ еді. Мүмкіндігі жоқ еді. Сосын біз бірден халықараға дабыл қақтық. Міне, мен ол кезде Дубайда едім. Қатты боратып жаздым. Бірінші маған жауап қайтарған Американың Азат Азия радиосының тілшісі Чаулун деген кісі болды. Radio Free Asia. Себебі мен Қытайда қазақтардың жайлау қыстауын заңсыз жаулап алған Қытай компартиясы туралы сонау 2009-2010 жылдарда Radio Free Asia'да ақпарат жариялатып отыратынмын. Оны менің 1001 сапар кітабымда лесіп отырып оққан оқырман бауырларым, інілерім, қарындастарым біледі. Ол кітабымда 3 миллион дана, жаңағы 3 миллион мәрте оқылған керемет кітап болып қалды. Енді қараңыздар. Сонда жұрт Назарбаев қайтайық, ойбай анау мұны. Мен Назарбаевтың Қытай құл екендігін білдім. Бірақ қарапайым қазақты халықараға айтайық, Назарбаев сенімсіз десең, қазақ сенбейтін еді. Сондықтан жарайды, ойбай, Нұр Отанға хат жазыңдар, ұлттық қауіпсіздік комитетіне жазыңдар, сыртқы істерге жазыңдар, президентке жазыңдар деп тұрып лекция сөйледі. Сонымен қатарда қоямыз да, халықаралық адамдық құқық ұйымдарына, біріккен ұлттар ұйымына жазыңыздар дедік. Тактика қолдандық. Әрине мақсат халықараға жеткізу еді. Сондықтан бірде-бір рет Қазақстанның құзырлы мекемелеріне хат тапсыратын жұмыстар болғанда Қазақстанның құзырлы мекемелеріне, парламентіне Серікжан барған жоқ. Себебі білетін едім, ол жерден ештеңе шықпайтын. Ақыры сол халықара кірісті, халықара шешті. Енді бір жұрттың бәрі, журналист сол халықаралық әлемге әйгілі білермен, саясаткер, жазғыш, сызғыш, зерттеуші, стратег, политолог, политик бәрінің басы қатқан бір нәрсе болды. 3 миллионға жуық адамды қамап, оған қарулы күзет қойып, мектептерді, докторханаларды немесе тыңнан салынған ғимараттарды соған арнайы пайдаланып, айналасына арнайы жаңа қатаң тәртіптегі түрмелер сияқты қарауыл мұнаралар қойып, бүкіл сым темірмен қоршап, бүкіл жаңа түрме сияқты қып, тіпті бұрынғы бір орта мектептің бүкіл есік терезесін бетондап, жауып жабық жағдайда түрме жасап, сөйтіп миллиондаған адамды қамады. Кейінгі деректе 3 миллион болды деді. Ішінде 5 миллионнан артық қазағы болды. Сонда Қытай осыншама шығынды бюджетіне артып қойып, бұл адамдарды қамап не істейді? 2 адамның бірі полиция. Көшеде 100 метр сайын бір полиция пункті ашылды. 100 метр жерде бір полиция учаскесі тұрды. Участковый полициялық бекеті тұрды. Осыншама шығын, осыншама миллиондаған адамды қамап не істейді деді. Ми жетпеді. Сол кезде Серікжан Біләшұлы деген жігіт айтты. Қытай бұл адамдарды мәжбүрлі еңбекке салып, бейне кезінде отарлаушылар қара құрлықтан, яғни Африкадан қара зеңгілерді құл ретінде тасып, Еуропа менен Америкада құл еңбегін пайдаланып, тың игеріп, жер ашып, егін еккізіп, мал баққызып, өндіріске салып, завод фабрикада жұмыс істетіп, сол қара зеңгілердің құлдық еңбегінен пайдаланып, қисапсыз байлыққа ие болды. Тура сол сияқты Қытай билігі қазір әлемге ең арзан, яғни өзіндік құны
себестоимостьта ең арзан тауарды өндіріп, бүкіл өзінің бәсекелестерін тақырға отырғызу үшін осындай құл еңбегінен пайдаланады. Олар енді өмір бойы тек тамағымен, ішкен суына ғана шығын кетіретін, бір тиын айлық алмайтын, күніне 8 сағат емес 15-16 сағат жұмыс жасайтын, және қарапайым жұмысшы сияқты керенаулық, жалқаулық жасай алмайтын, және кәдімгі робот сияқты есінен айырылып тұрып жұмыс жасайтын құлға айналады дедім. Жұрт сенген жоқ. Ең соңында мәжбүрлі еңбек, құлдық еңбек шықты. Мен айттым, коммунистер Шығыс Түркістанда қазақтарды, ұйғырларды тұқымымен құртпақшы. Бұл жай саяси үйрету, жай саяси концлагер емес, бұл геноцид дедім. Мен геноцид деп бұл тақырыпты көтеріп жүргенде, халықарада миллиондаған доллар бюджет алып, шулатып, анда әуілдеп, шәуілдеп, мында әуілдеп, шәуілдеп жүргендер бізге арақ ішкізді, біздің мешітімізді шағып тастады, бізге Құран оқытпай қойды, бізге сақал қойғызбай қойды деп жүрген болатын. Мен айттым, бұл геноцид дедім. Мен бұны айттым, геноцид деп тұрып сұхбат бердім. Ақыры менің сөзімді Францияның Le Monde газетінде зерттеуші жігіт жазып шығады. Серікжан Біләшұлы бұны геноцид деп атайды деді. Бұл әлемде бірінші болып Қытай компартиясының бұл ісін геноцид деп атау еді. Артынан Американың бас хатшысы геноцид деді, Англия айтты, Еуропа айтты, сонымен бүкіл дүниежүзі бұны геноцид деп атай бастады. Сол атауды осы Қытай компартиясының үстіне ілген адамыңызда біз болатынбыз. Енді қараңыздар. Біз көп нәрсені осылай айттық. Мойындасын, мойындамасын жұртқа айттық. 2009 жылғы экономикалық дағдарысты да күні бұрын кітабымызда жаздық. Дағдарыс. Назарбаевтың биліктен кететінінде күні бұрын айттық. Бәрі болды. 17 жылы мен лекцияларымда Қытай экономикасы құриды, Қытай бейне сәбет қалай құлаған болса, Қытай солай құлайды дегенде жұрт күлді. Секе, қандай шөп шегесің деді менің құрдастарым. Сол жігіттерде мықты-мықты оқыған, мықты-мықты өздерін жаңағы саясаткер сезінетін азаматтар еді. Ағылшынша білетін, қытайша, жапонша білетін, сондай мықты азамат жолдастарым еді. Қытай деген әлемнің зауыты, бүкіл дүние жүзінің тауарын Қытай өндіреді. Компьютерді Америка ойлап тапқанмен Қытай өндіреді. Айфонды Америка тапқанымен Қытай өндіреді. Қытайсыз бүкіл дүние қаран қалады деп тұрып, әлгі әулиелер балашты. Мен сонда айттым. Жоқ, бұлай болмайды. Қытайдың істегені есі дұрыс саясаткерлердің ешқайсысын ұнамайтын тірлік. Ол дүние жүзі сауда ұйымының заңдарын бұзып отыр. Мысалы, Қазақстанға Қытайдың шұрым-бұрым тауарының бәрі ағылады. Бірақ Қазақстанда өндірілген шикізаттың өзін сен Қытайға саудалай алмайсың. Бейне Ресей мен Қазақстан Еуразиялық кедендік одаққа кіріп, Еуразиялық экономикалық одақ болған кезінде Назарбаев бізге 140 миллион адамдық нарық ашылды. Ресей, Қытай біз үшін теңіз, біз мұхитқа қол жеткіздік. Енді Қазақстанның кәсіпкерлері, өндірушілері қазақстандық тек 17 миллион, 20 миллиондық тұтынушы емес, 140 миллиондық тұтынушыменен жұмыс жасайды деп сендірді. Сол кездегі Қазақстан ұлттық арнасының, хабар арнасының суқит бағдарламаларын тыңдасаңдар сөйтті. Бірақ Қазақстанның бір тауары Ресей нарығына кірді ме? Жоқ. Керісінше Ресей өндірген суға дейін, кеспеге дейін, Ресейдің сүт өніміне дейін, шошқа ет өнімдеріне дейін қазақ нарығын жаулап қалды. Қазақтікі бармайды, өткізбейді. Қытайда сондай. Яғни бұл заманғы жаулау, келіп сенің жеріңді жаулау, баяғыдай халқыңды қыру емес, экономикамен жаулау. Сенің зауытың жүрмейді, оның тауары саған кіреді. Сенің ішкенің, соның өндірген тауары. Сенің кигенің,
соның өндірген киімі. Сенің көретінің солардың өндірген телеөнімдер, сенің тыңдайтының солардың бағдарламасы. Ол сенің идеологияңды да жаулайды. Ол саған нені жақсы көруді үйретеді. Саған неменеге кектенуді үйретеді. Сенің бетіңді бұрып тастайды. Қысқасы, сенің бүкіл бар болмысыңды жаулап алады. Бірақ сен құл боласың. Таңнан қара кешке жұмыс істеп, соның бүкіл тауарын алып, соның идеологиясын дұрыс істеп, соған құл боласың. Мұнайыңды соған бересің, газыңды соған бересің, жеріңді соған бересің, оның компаниясы сенің жерінде жұмыс істейді. Оның компаниясы келіп, сенің азаматыңды құл ретінде қара жұмысшы қылып пайдаланады. Сен өз жеріңде өзің сырттан келген келімсек басқыншының қолында солардан айлық алатын бейшараға айналасың. Жаңаөзенде, Ақтөбеде, Оралда, Қызылордада неге мұнай газ компаниясындағы қазақ жұмысшылары сол мұнай газ компаниясын басқарып отырған қытайлардан айлығымды көтерші деп жалынып ереуілге шығады. Сенің мұнайыңды, қаныңды сорып отырып, саған өлместің ғана күнін көретін нәпақа береді. Міне сенің құл болғаның. Осының барлығын біз айттық. Келді. Енді бүгінгі менің бір толқыған көңіл күйімде мен нені айтып отырмын деймін. Мен сол зұлым, жауыз, бандит, қарақшы, адам өлтіргіш, кісі жегіш, мені соттаған, Думан Мұхаммедкәрімді соттаған, Марат Жыланбаевты соттаған, Айгерім Тілеужанды соттаған, Асқар Сембайды соттаған, Дулат Ағаділді өлтірген, Арон Атабекті өлтірген, Дулат Ағаділдің ұлын өлтірген, қаңтарда қазаққа оқ атқан, 4 жасар Айгөркем періштені өлтірген, қазақты қорлап өлтіріп, көрінен қайта қазып алған. Осы зұлым биліктің қолынан мен енді паспорт алмайын деп отырмын. Мен енді қандай паспорт алам? Мен бүкіл отаршыл орыс жаулап алған қазақ жерімен, отаршыл Қытай жаулап алған қазақ жерін, мына бандит қарақшылар жаулап алған Қазақстан жерімен біріктірген ұлы Алаш мемлекетінің паспортын аламын. Менің ойыма бүгін найзағайдың сәулесіндей болып, жарқ етіп, шексіз, шетсіз ғарыштан бір сәуле келіп, менің миымның клеткаларын тітіркендіріп, соның миымның ішіне бір сәуле шашып жібергендей болды. Мен соны сезіндім. Мен ендігәрі бандит, қарақшы, ұры қарылар, кісі өлтіргіштер билеп отырған Қазақстан мемлекетінің азаматы ретінде сол елдің паспортын ендігәрі алмаймын да. Үстімнен бір ауыр жүк түскендей болып, менің ендігі паспортым ұлы Алаш елінің, ұлы Алаш мемлекетінің паспорты болады деп ойыма бір таңғажайып ой жарқ етіп, ұрғандай болып, миымның ішінде бір сәуле толып кеткендей болып, кеудемде бір түрлі бір таңғажайып бір жеңілдік, еркіндік кернегендей болып, қуанғандай болып, бір мойнымдағы, иығымдағы бір ауыр жүктен арылғандай болып, бір таңғажайып сезімге бөлендім. Таңғажайып сезімге бөлендім. Міне бүгінгі ойым осы. Бүгінгі ойым осы. Қызық, шынында да қызық. Шынында да қызық. Әттең көп жұрт біле бермейді. Бетеге кетер бел қалар, бектер кетер ел қалар. Мына билеуші қанаушы тап уақыттық, қазақ ұлты мәңгілік, қазақ мемлекеті мәңгілік. Аспан алақандай, жер тебінгідей кезден қазақпыз, заман ақыр, жер тақыр болғанша қазақ боп қаламыз. Көп жұрт ойлайды,
мына билеуші тапты, мына өкіметті отан деп. Отан бөлек. Отанды ұрлап алушы қанішерлер бөлек. Бұлар отанның өкілі емес, уәкілі емес бұлар. Бұлар сәбет тағайындап кеткен, сәбет сасыған, орыс сасыған коммунистер ғана. Біз бұлардың қолынан билікті алатын боламыз. Біз тұтас қазақты азаттыққа жеткізетін боламыз. Мына Америка деген ел, бұл елді Англияның отарынан құтқарған адам Джордж Вашингтон деген адам болды. Сол Джордж Вашингтон да тура мен сияқты бір басы бар, екі көзі бар, екі құлағы бар, екі қолы, екі аяғы бар адам. Джордж Вашингтон көктен періште болып, қолтығының астынан қанатын қағып жіберіп, жер бетіне түскен адам емес. Бастарына жалған ақшаш киіп алған, бұттарын ақ матамен таңып алған, өздерін жентілімен деп атайтын, сонау бір ескі заманның интеллигент зиялысы еді. Ол осы мемлекетті құрып шықты. Джордж Вашингтондар Америка дейтін мемлекетті құрамыз. Ол елдің басшысын халық сайлайтын болады. Ол сайлау мынандай тәсілмен жүреді. Әрбір осы жерде жасайтын азамат мынандай дауыс береді деп осы елдің жүлгесін жасағанда Американың оңтүстігіндегі құл иеленуші таптың өкілдері күлді. Англиядағы ақсүйектер, лордтар палатасындағы билеушілер күлді. Олар ойлады, мынау қара сирақтар қаңғып Америкаға барғандар, кешегі біз қуып жіберген қылмыскердің ұрпақтары тыңғырлыққа, жаңағұрлыққа барып орай іздейтін жаңа жалаң төстердің тұқымы. Бұлар енді ақсүйек болған бізбенен мына бүкіл дүниені ашса лақанда жұмса жұдырығында ұстап отырған күн батпас империя болған ұлы Англияның қолынан тәуелсіз боламыз деп қаймиларымен ойлайды деді. Қазіргі қазақтың сөзімен айтқанда қандай шөпшек еді деді. Күлді, қарқылдап тұрып күлді. Бірақ Джордж Вашингтон ең соңында осы елді құрып шықты. Анау айдаладағы Франция көмектесті. Еркіндік мүсінін, еркіндік аңсаған әйел затының, яғни азаттықтың мүсінін Америкаға кемемен беріп жіберді. Ол мүсін қазір Нью-Йоркта тұр. Анау Голландия қолдады. Міне сөйтіп, Англия өмір тарихында бірінші рет өзінің отарынан айырылды. Сөйтіп адамзат тарихында сайлау арқылы басшысы сайланатын, атадан балаға, баладан немереге берілетін патшалық жүйені мойындамайтын Америка Құрама Штаттар дейтін мемлекет пайда болды. Және сол конституция осы уақытқа дейін істеп келе жатыр. Міне байқадыңыздар. Міне, олар да адам. Тура сол Джордж Вашингтондардың білімі қазіргі мына замандағы сенің біліміңе жетпеуі мүмкін. Бірақ олар мына жүйені жасақтап кетті. Олар пойыздың релісін салып кетті. Сөйтті де ары қарай шашау шықпайтын, қылдан таймайтын, керемет тақтайдай жолды жасап кеткеннен кейін бұл мемлекет міне дамыған үстіне дамып, өскен үстіне өсіп, өркендеген үстіне өркендеп, екі реткі ғаламдық апаттан да аман қалып, қазірдің өзінде бүкіл дүние жүзінің ғылымын, білімін, байлығын меңгерген қуатты ел болып отыр. Ешқандай билеуші патша ұрпағына қалдыратын, өзі, қызы, күйеу баласы, құда жекжаты, айналасы тұтас байлықты тартып алып отыратын, ескертусіз оғат деп халқын қырып салатын, сайлау, референдум, өтірік фейк өтетін жүйе емес бұл жүйе. Бұл ақпарат бөлек, банк бөлек, полиция бөлек, прокуратура тәуелсіз, сот тәуелсіз, президентті ең жоғарғы конституциялық соттың өзі соттай алатын, президенттің өзіне іс қозғай алатын, сот бұйрық берсе полицей бар президентті тұтқындауға міндетті болатын, ақпарат билеуші тапты қалаған уақытта тасталтан қып сынай алатын, міне алатын осындай жүйе. Билік
бір қауымның, бір әулеттің, бір адамның қолына шоғырланбайтын, шоғырландырайын десе де оған мүмкіндік бермейтін жүйе осы. Міне, мен айтатын, мен аңсаған жүйе осы жүйе. Сонда залымдар атам деген аталмайды, шабам деген шабалмайды, конституцияны баланың ойыншық дәптері сияқты шимай дәптері қылып 1000 мәрте өзгерте алмайды. Америка болғалы конституция санаулы мәрте ғана өзгерді. Ал Қазақстанда 1001 мәрте өзгерді. Күнде кеше ғана Қазақстанның бұрынғы президенттерінің өзі және отбасы туралы ақпарат, мал мүлкі және олардың қайда тұратындығы туралы ақпарат мемлекеттік құпиялық болады. Оны жариялаушылар, оны талқылаушылар қылмыскер болады деген бапты парламент қабылдап жіберді. Міне, ал Америкада ондай баптар қабылданбайды. Сайлау өз уақытында болады. Ал бізде бір сайлау өтті ме Назарбаевтың кезінде? Бір әділ сайлау болды ма? Бәрі мерзімінен бұрын сайлау. Парламентті кез келген уақытта таратып жібереді. Референдум бәрі фейк өтеді. Бір шындық болды ма? Бір әділ сот болды ма? Міне, әділ сот болмағандығының дәлелі нақақтан нақақ сотталып міне алдыңызда біз отырмыз. Серікжан Біләшұлы деп Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің базасынан тексеріп, кез келген нотаристің базасынан тексеріп, Серікжан Біләшұлының статусы террорист. Менің көлігім дәресте, жылжымайтын мүліктерім аресте, банк есеп шоттарым аресте. Міне. Мен кісі өлтірдім бе, пошта тонадым ба, банк тонадым ба? Не істедім? Ештеңе істемедім. Бар болғаны еркін ойымды ашық айттым. Қазақ қоғамында, тас түнек қазақ қоғамында азат ойдың, еркін ойдың, және халықты артынан ілестірудің қандай болатындығын көрсеттім, дәлелдедім. Міне, ол Назарбаев билігіне өте ауыр соққы болды. Олар қазақ қоғамында бір сәуленің болғанын қаламат. Жұрттың деп тың нәрсені көріп, жұрттың бізде түссек болады екен деп оянып кетуінен қорықты. Оларға қазақтың өлі көмпістігі, көнгіштігі, мақұлбайлығы, шүкірбайлығы керек еді. Қараңғы түнде, қараңғы қап-қара қапас ішінде жатқан жұрттың қараңғы санасына найзағайдай шатырлап, жарық сәуле шашып, біреудің шыққанын олар қаламады. Сөйтіп біз террорист болып сотталдық. Сөйтіп, бүгінгі менің толқыған көңіл күйімнің сырын білген боларсыздар. Өстіп бір толқып, таңға жайып болып отырмын. Ал, қазекем, түннің бір уағы, онлайн сұрақ жауап кезектерін сізге берейік. Біраз жұрт жекеме хат жазып дәлгінде. Бірнеше күн болды мен шапқылап жүрмін бір шаруаларменен. Әлгінде Фейсбугымның мессенджерін ашсам хат толық қапты. Өте көп хат келіпті. Сол Фейсбугымның мессенджермен электрондық поштама хат жазыңыздар. Электрондық поштама бір 100-ден артық хат келіпті. Бәрін оқыдым, көрдім. Көп жұртты онлайн тікелей эфирдегі сұрақтарымызға жауап ала алмадық дейді. Жекеге жазғандарыңыз дұрыс. Енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жауап беруге тырысайық. Ал Алматыда уақыт қанша қазір? Сіздерде 11-ден 7 минут кетті ғой деймін. Ендеше сұрақтарыңызды қойыңыздар. Секе, енді не істейміз? Митингке барамыз ба? Мен Украинада соғысқым келмейді дейді. Сен митингке баратындай, саяси көзқарасыңды айтатындай, егер батылдығың болса, онда шық. 15 күнге қамалып шық кем дегенде. Атажұрттың партиясына қосыл. Біздің оппозициялық Атажұрт партиясында өзіңнің саяси көзқарасыңды айт.
және күрескер азаматтармен бірге біздің барлық саяси белсенділіктерімізге қатыс. Не істейміз дегендегі менің айтатыным осы. Дәл қазір сен барып бір жерді жарып, бір жерді атып жіберетін мүмкіндігің жоқ. Біздің де мүмкіндігіміз жоқ. Бірақ біздің сапымызға келіп қосыл. Қандай сұрақтарыңыз бар? Трампқа импичмент жариялану мүмкіндігі қанша пайыз сіздің ойыңызда? Менше импичмент жарияланбайды. Себебі бұл жерде екі нәрсе тұр. Трамп 45-ші кезекті президенті кезінде ол қазіргідей қуатты емес еді. Ол кезде төменгі палатаны, яғни қауым палатасын демократтар ұстайтын. Ол кездегі спикер Нэнси Пелоси деген демократтардың үлкен саяси тұлғасы еді. Сондықтан Трампқа қайта-қайта импичмент жариялау мәселесін солар қозғады. Бірақ ол бәрібір өтпей қалды. Ал қазіргі Трамп, 45-ші жылғы әлсіз Трамп емес, қазіргі Трамптың партиясы, республикашылдар партиясы төменгі палатанда, жоғарғы конгрессте екеуінде ұстап отыр. Импичментті төменгі палата жасайды. Көрдіңіздер ме? Ал 45-ші жылғы Трамп 45-ші кезекті кезде Трамптың әлсіз кезінің өзінде Трампқа импичмент жасай алмаған төменгі палата қазіргі күшті қуатты екеуінде ұстап отырған Трампқа жасай алмайды. Сондықтан Трампқа импичмент жасауының мүмкіндігі қазірше 5-10% деуге болады. Енді ол өте бір үлкен саясаттан қателік жіберіп, Американың халқының ашу ызасына тиіп, халық қатты толқып көтеріліп, жарияламасақ болмайды деп ұлғаусар бір саяси қателік жіберіп, мысалы оңтүстік Корейдің президенті сияқты. Сондай бірдеңе болған кезде өзінің партияластары өзінен бет бұрып, тіпті өзіне қарсы болып кеткен бір жағдай болмаса, дәл қазіргі жағдайда Трамптың ол барлық қысқасы оның ақ деген алғыс, қара деген қарғыс, қақырығы қаймалтын, түкірігі түймалтын болып тұр. Сөздің шыны осы. Ертең Израиль Иранға соғыс ашады деп жатыр. Мен оған күдікпен қараймын. Себебі Израиль, Иран, Араб үштігі Орта Шығыстағы ошақтың үш бұты сияқты бір күш болып отыр. Бұл жерде түріктің күші де бар. Сондықтан Израиль, Иран сияқты тарихы тереңде жатқан және алпауыт идеологиялық тұрғысынан ислами радикалдық және оның ішіндегі радикалдық шиғалық бағыттағы Иранмен тіке бетпе-бет ұстасу Израиль үшін тым пайдалы емес. Бұлар Иран сияқты шиғалық бағыттағы империялық аурумен ауыратын елменен Саудия сияқты, немесе басқа Түркия сияқты сүнниттік бағыттағыларды өзара қырқыстырып қойып, өздері сыртынан тамашалап отырғанды құп көреді. Сондықтан Израиль мен Иранның ортасында қандай да бір тіке айқас болады дегенге қазір 100% сену қиындау. Егер Израиль Иранды ұратын болса, осығанға дейін Байденнің кезінде ұрып тастаса керек еді. Осы уақытқа дейін оны неге күтіп отырды? Мысалы, Иран оларға бір атқанда 6000 зымыраннан атты. 6000 зымыранның барлығын Израильдің жаңағы темір күмбез әуе қорғаныс жүйесі атып түсірді. Бірде-бір Израиль жеріне зиян жасай алған жоқ. Иранда ондай керемет технология да жоқ. Сондықтан өзіне зымыран атып тұрған кезінде сол орайды пайдаланып, сен маған зымыран атсаң мен де атамын деп тасталқаны шығаратын орай бар кездің өзінде бұл Израиль Иранға тиіспегенде, енді қазір Иран біз соғыспаймыз, біз бейбітшілікті қалаймыз деп, мына Трамптың жаңағы өте тұтқиыл және сұрапыл саясаттарынан шошып отырған кезінде енді Израиль оларға тиіседі деп ойлау қиындау. Енді бұлардың ортасындағы қатынас өте күрделі. Мысалы,
егер Иранда демократия орнайтын болса, бұл жерде Түркияға пайда келеді. Түркия пайда көреді. Қандай пайда көреді? Иранда демократия орнаса, 79 жылдан бері санкцияның астында жатқан, шетелге сатылмай жатқан Иранның мұнайын қазір тек Қытай ғана қызығын көріп отыр, бірақ Қытай арзан қалып отыр. Ал егер Иранда төңкеріс болып, немесе Израиль оны соққылап, не Америка соққылап, Иран тасталқан болып, Иранда кәдімгі демократиялық еркін жүйе орнап, мына радикалдық ирандық жаңағы диктаторлық жүйе тасталқан болса, онда Иранның мұнайы Түркияға, Түркия арқылы Грекияға, Грекия арқылы Еуропаға кете алады. Бұл тіптен өте қолайлы болар еді. Яғни Еуропа ендігәрі орыстың мұнайы мен газіне телмеңдемейтін еді. Бұл Еуропаны құтқаратын соғыс болатын еді. Бірақ Еуропаға пайда келетін соғысты Израиль бастап бере ме? Бұл жерде де әңгіме бар. Соғыстың шығынын Еуропа көтерсе екен. Немесе Еуропа мен Израильдің ортасында бір ішкі есеп болса екен. Мен соғысам, менің соғысымның пайдасын сендер көресіңдер. Сондықтан маған төлейсіңдер деген бір ішкі ымыра болса, онда Израиль соғыс ашады. Онда бүкіл Еуропаның, тіпті бүкіл дүние жүзінің мұнай қамдау жүйесінде өзгеріс болады. Гәп осында жатыр. Яғни дүниедің бүкіл картасы қайтадан ойналады. Қайтадан қарым-қатынас, қайтадан өзгереді. Демек, бұл жерде онда Еуропасы да бар, Америкасы да бар, Израилі бар. Бұның бәрі бір ымыраға келіп алып, онда Иранды дұрыстайық, Иранды шешейік дегенде болмаса, Израиль қазір оған өз бетімен қақтыға қоймайды. Бірақ қақтықса екен деп тілеймін мен. Не Израиль, не Америка мына диктатор Иранның тасталқанын шығарса, онда бұл Қытай мен Орысқа берілген ең үлкен соққы болады. Себебі Қытай Иранның мұнайын алып отыр. Қытай санкциядағы Иранның жанын сақтап отыр. Ал Иран өндірген шахид дрондарының технологиясын Қытайдың Huawei'нан келеді. Huawei оны Америкадан ұрлаған. Ал шахид дрондары Ресейдің Украинаны соққылайтын негізгі қаруының бірі. Міне. Сондықтан Иранды мейлі кім соқса ол соқсын, онда бұл жерде үлкен әңгіме бар. Үлкен әңгіме бар. Онда ол біздің қазаққа пайдалы болады. Территориясы Ресеймен, Қытаймен және Иранмен шектеліп тұрған Қазақстан, онда Каспий теңізі арқылы әлемге қарай жол ашады. Онда Иранның мұнайы ашық теңізде сатылған кезде, Қазақтың мұнайы да Каспий айналған құбыр арқылы Иран мұнайының каналы менен Түркияға, Түркия арқылы Еуропаға жете алады. Немесе ашық теңізде Қазақ мұнайы да сатылады. Қазақтың басты бір қиыншылығы, біз ашық теңізге, ашық мұхитқа шекарамыз шендеспейді. Сондықтан біздің мұнай газымызды сату қиын болып отыр. Гәп сонда тұр. Сондықтан Иранда қандай да бір өзгеріс болса, ол қазақ үшін үлкен жақсылық. Біздің айналамызда 3 ата жау бар. Иран, Қытай, Ресей. Осы үшеуінің кез келгені қираса, ол біз үшін үлкен жақсылық. Үлкен жақсылық болады. Ал қандай сұрақ бар? Қытай құлайтын болса, Шығыс Түркістанды қалай азат етеміз? Қазіргі қазақ билігі кедергі келтіруі мүмкін дейді. Қазақ билігі егер Қытай тарап тасталқан болған кезде, қазақ билігі ол кезде көп нәрсеге шамалары жетпей қалады. Олар сол чемодандарын түйіп қайда қашамыз? Дубайға қашып Назарбаевтың көршісі болып тұрамыз ба, соны ойлап кетеді. Қытай тасталқан болған кезде дүние
туталақай болып кетуі мүмкін, балапан басына тұрымтай тұсына кетіп, дүние жүзінде сізде бізде болжай алмайтын өте көп оқиғалар болуы мүмкін. Ғайыпты бір Алла біледі. Бірақ қалай болмасын, Қытайда үлкен саяси өзгеріс болып, мемлекет бөлшектеніп, бейне Совет сияқты жағдай болатын болса, онда Қытайда қалған іле Алтай тарбағатайды алу үшін саяси күреске, тіпті қарулы күреске дайын болу керекпіз. Қарулы күреске дайын болу керекпіз. Қандай сұрақ бар тағы? Жанаргүлден хабар бар ма? Жанаргүл туралы ешқандай хабар жоқ. Қытайлар оны өлтірді ма, оны түрмеге қамады ма, концлагерге қамады ма, соттады ма? Жоқ. Біз ғана емес, бүкіл жер бетіндегі халықаралық адамдық құқық ұйымдары Қытай тараппен сөйлесіп, бұл туралы ашық ақпарат ала алмай отыр. Бекзат Мақсұтқанұлына салынған айыппұл не болып жатыр? Бекзат Мақсұтқанұлына және атажұрттың белсенді азаматтарына салынған айыппұл бәленбай миллион болды. Атажұрттың оны төлейтін мүмкіндігі де жоқ. Сондықтан ол айыппұлды біз төлемей отырмыз. Ашық наразылық. Бізге салынған айыппұлдардан кейін билік атажұртты қысатын тағы қандай шараларға барады? Біздің мақсатымыз максимал деңгейде Қытай геноцидін әлемге ашқан атажұртты Қазақстан билігі мынандай жолдарменен қудалап жатыр деп әлемге жеткізу. Сондықтан Бекзат Мақсұтқанұлына салынған айыппұлдар төленбейді, төлейтінде жағдайымыз жоқ. Егер осы іс бойынша Бекзат Мақсұтқанұлын тағы соттаса, 15 күнге қамаса, немесе басқа да бір жазалау шараларын қолданса, онда біз үшін Қазақстан билігінің қытайшыл саясатын Трамптың алдына барып, міне, сен Қытайға қарсысың, бірақ Тақай дейтін бір есекбас бар, ол сол Қытайдың тапсырмасын орындап жатыр деп, Трамптың алдына Тақайдың бетін бояп алған, ернін бояп алған суретінің астына оның бүкіл қылмысын тізіп жазып, доклад тұсына қоямыз. Ши Жинпиннің иті ма бұл деп, сол кезде Тікебай шал, бұл қайда тұрады дейді. Бұл ана Қытайдың батысындағы Қазақстан дейтін ел бар, сол елде тұрады. Онда оның жеті әкесін танытайық дейтін бір жағдай болады. Біздің күтіп жүргеніміз осы. Биліктің салған айыппұлы шегінен шығып кетті. Атажұрт деп бір ауыз сөз айтқан азаматтарға да миллиондап айыппұл салып тастады. Атажұрт жетекшісі Бекзат Мақсұтқанға да айыппұлды үсті-үстіне салып жатыр. Біз төлей алмаймыз. Біздің мүмкіндігімізден асып кетті. Екіншісі, осы айыппұлды төлемедің деп тағы қандай бір жазаға барса, онда біздің атажұрт кісі өлтірмеген, пошта тонамаған, бәңке тонамаған, өрт қоймаған атажұртты мына Қазақстан билігі Қытайдың тапсырысы бойынша қудалап жатыр деп біздің Трамптың алдына кіруге үлкен орай берді деген сөз. Сондықтан атажұрттың айыппұлының қыры-сыры осы болып тұр. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Пөтен өлуі мүмкін ба дейді. Пөтен өле ме, өлмей ме? Оны біз түгілі періштелер де білмейді, оны тек жаратушы біледі. Оның өлетінін жаналғыш Жәбірейіл періштеге сол уақыты толғанда ғана хабар жетеді, сол кезде оның жанын алады. Бірақ Зеленский Путин өледі деп айтты. Путин жуырда өледі деді. Енді қазір мысалы соғыс туралы ақпараттарды көрсеңіздер, бүкіл ақпараттарда Украинаның дрондары қазір Москваның төбесін шыр айналып жүр. Орыстар Москвасының өзін соғыс алаңына айналдырып алды. Украина ұшырған дрон міне бүгін
сіздерде таң атып отыр ғой, яғни сол түнде, мына Ресейдің түнінде, әлі Ресейде түн мысалы. Москвада 3 сағат кейін, мысалы Алматыдан 3 сағат кейін Москва. Солардың түні дрон күзетіп өтіп кетті. Демек, Украина қазір бәленбай миллион дрон өндіретін әскери қуатқа ие болды. Бәленбай 1000 дана алыс-арал құшатын Нептун зымыранын өндіретін қуат күшке ие болды. Ондай өндірісі бар. Енді көп жұрт тағы да түсінбей маған жазыпты. Дроны несі, зымыран несі? Айналайын. Дрон деген алма аршып жейтін кішкентай бәкі. Зымыран деген түйе соятын, ту бие соятын, соғым соятын пышақ, немесе қанжар сияқты. Жаудың басын шабатын қанжар, семсер сияқты. Екеуінің айырмасы үлкен. Сен кішкентай, мынандай алма аршып жейтін кішкентай бәкіменен, жеміс аршып жейтін бәкімен, сен дәу түйені, жылқыны соя алмайсың ғой, тура сол сияқты әңгіме. Дрон, оның тасымалдайтын жарылғыш заты шектеулі болады. Алыс-аралық ұшқанмен. Және ол дронды ұстап алады, оны радиолық толқын таратып ұстап алады, оны кәдімгі лазермен ататын қару шықты жаңадан, оны сол дронға қарсы дрон ұшырып атып түсіреді, тіпті жай кәдімгі суық қару пулеметтермен атып та түсіреді. Себебі оның жылдамдығы баяу болады. Дронды қазір олар 1800-2000 километрге дейін ұшырды. Және оның құны арзан. Өте арзан, тіпті кейбір дрондар $500 дейін болады. $500 бір дрон аласың. Енді кейбір дрондар, ол мына құлашыңызды кергенде, екі қолыңызды екі жаққа кергендей үлкендікте дрондар бар. Одан да ұзын дрондар бар, мысалы, 5 пилоттіктер бар. Олардың құны үлкен, сәл қымбаттау болады, мысалы. Бірақ зымыран өте қымбат болады. Зымыран, оның жойғыштығы жоғары болады. Кейбір зымыранда жаңағы тактикалық кіші көлемдегі ядролық бомбаларды, ядерный бомбаны орналастыруға болады. Кейбір зымырандарға басқа қаруды орналастыруға болады. Зымыран ол енді ең қарапайым 3 метр, 5 метр, 6 метр, 7 метр кете береді. Жаңағы Нептун зымырандары мысалы алыс-аралыққа ұшады. Ал ол зымырандар не? Ол жердің астындағы бәленбай метр жерге дейін бұрғылап кіріп жарып жібере алады. Жер астында бункерлерді жаралады. Ол үлкен әскери нысаналарды жаралады. Жердің астындағы жанармай қоймаларын, қамбаларын жарып жібере алады. Ол әскери базаларды тасталқан шығарады. Ол дәу ғимараттарды бір зымыран күлінге көшіреді. Ал дрондар жаңағы ғимараттарға барғанда ұзаса сол бір жақ шетін құлата алады, бір терезелер сынады, немесе бір өрт болады. Енді дрондардың көпшілігі не? Дрондарды украиндар өте шебер пайдаланып жатыр. Мысалы, күні кеше ғана жаңағы Ресейдің ең үлкен әскери жаңа дыбыстан жылдам несін жарып жіберді. Оны біз мысалы алдыңғы лекциямызда айттық, мысалы бұл арада айтпай-ақ қояйық. Мысалы Ресейдің қандай ұшағын жарып жіберді. Мен сіздерге айтып берейін қазір. Сондықтан бұл жерде кейде құны бірнеше $1000 тұратын дронменен бірнеше $1,000,000 тұратын жаңағы Ресейдің дыбыстан жылдам ұшағын жару деген, бұл енді өте қатқан тірлік. Өте қатқан тірлік. Қазір бе? Қазір. $100 миллион тұратын Ресейдің Кеңес одағы кезінде жасаған Ту-22М3 деген ұшағын Украинаның бірнеше $1000 ғана тұратын дрон атып түсіріп отыр. Ұшаққа ұрылды, ұшақ жарылып кетіп отыр. Қона берген кезінде. Бұл үлкен жаңағы жетістік. Енді қазір енді өте көп ақпараттар бар бұндай. Енді мысалы Зеленский айтып отыр, екі Қытайдың әскерін тұтқындады. Әлгінде ғана Фейсбукте оқыдық, Киев Индепендент сайты жариялапты, тәуелсіз Киев сайты. Екі Қытай әскері Ресейге қайтқысы жоқ, Қытайға қайтсақ деп айтты дейді. Енді өте көп ақпараттар бар.
Жапония НАТОға кіріп Украинаны қолдасақ депті. Одан кейін өте көп тағы қандай ақпараттар бар. Зеленский жазып отыр. Біздің қолымызда Ресей тарапта соғысып жүрген 155 Қытай азаматының құжаттары бар деді. Және Қытайдың Ресей жақта соғысып жүрген адамдары 155-тен әлденеше есе көп деп айтып отыр. Мысалы, енді өте көп ақпараттар бар. Енді Трамптың соңғы ақпараты міне біз былай жарияладық. Көздеріңізге көрініп тұрма? Ши Цзиньпинға 125% кедендік салық салыпты. Міне. Ал Трамп мынау Америкадағы кедендік салықтардың барлығын Қытайдан басқа елдердің кедендік салығын қайтадан төмендетемін деген шешімі жарияланып, 10 минуттың ішінде Американың жарна нарығында 4 триллион доллар пайда болды. 4 триллион доллар Американың жарна нарығында адамдар пайда тапты. Енді ойлай беріңіздер. Мысалы, 10 апрельде бір күнде Ресейдің 1420 әскері, жаяу әскері арамға қатыпты. 12 әскери көлік істен шығып, 169 жанармай тасу көлігі істен шығып, 3 танкі жойылыпты, 70 артиллериялық ату жүйесі істен шығыпты, 105 дронын атып түсіріпті. Енді күніне мысалы, тағы ерекше техникадан 4-еуін жойыпты. Ойлап отырсаңыз, бұның барлығы Украина қазір Американың көмегінсіз ақ, өзінің технологиясымен ақ, өзінің Еуропадан алған қаруменен ақ біраз жерді қайтарып алады. Мысалы, Белгородқа кірді. Курскіден айырылғанмен Белгородқа кірді. Ресей тасталқан болса, Түменді аламыз, Астарханды аламыз, Омскі Омбыны аламыз, Томскі Томбыны аламыз, Орынборды аламыз, Саратов Сартауды аламыз, Мамай қорғанын аламыз. Осы жердің бәрін аламыз, Құдай қаласа. Міне Қытайдың тарифін Трамп 145-ке жеткіземін деді. Осыдан ақ ойлай беріңдер. Көп дүние өзгеріп жатыр. Кейбір лекцияларда кейде уағында тез-тез айтып тастамасам, өте шұғыл өзгерістер болып жатыр. Мысалы, ертең таңертең біз орнымыздан тұрғанда, бізде қазір түннің бір уағы ғой. Орнымыздан тұрғанда Трамп орнынан атып тұрып, таңертең анау Меланияның шайын ішіп ап, бауырсағын жеп, сармайға бауырсағын малып жеп, шалың отырып, телефоны шұқып отырып, қандай шешім шығарып тастайды, ешкім білмейді. Шалың міне қазір бүкіл дүние жүзін дүрілдетіп жатыр. Шал болса сондай болса ғой деп қызығасың да. Елдің шалы еліне, отанына триллионда пайда келеді. Біздің шал ұрлайды. Шал мен шалдың айырмасы осы болып тұр ғой. Қандай сұрақтарыңыз бар? Қазақстанға да салық салу керек. Қазақстанның несіне салық салады? Көк тәзегіне салық сала ма? Қазақстаннан Қытай, Америкаға экспорттайтын несі бар? Тауар өндірмейтін ел Қазақстан деген. Ресейге неге санкция салмады? Ресейге неге тариф енгізбеді? Украинаға неге 10% тариф енгізді дейді. Ресей мен Американың ортасында ондай бір дүрілдеп тұрған сауда жоқ қой. Ешқандай екі елдің ортасында дүрілдеп жүріп тұрған бизнес жоқ. Ресейдің несін алады? Водкасын ала ма? Несін алады? Ештеңкесі жоқ Ресейдің. Біздің қақпастар қашан кетеді секе дейді. Қақпастар кетпейді, кетіреміз. Осыны түсініңіздер. Қақпастар ойбай тойдық, ұрладық, жедік, өлтірдік, шаптық, соттадық. Енді ұят болды, кетейік енді. Қазақтар сау болыңдар деп ешқашан кетпейді. Қақпастар қашан кетеді деп сұрақ қоюдың өзі қате. Логикалық тұрғыдан да. Қақпастарды кетіреміз. Қақпасынан ұрып тұрып, қақпастарын шауып тұрып кетіреміз. Осылай ойлау керекпіз. Беларусь, Солтүстік Кореяға неге санкция салмайды? Бұның барлығы
Трампты жамандау үшін сылтау таппай отырған Ресейдің блогерлері менен мынау демократ әсіре солшыл әсіре глобалистердің шығарған заты. Солтүстік Кореяге не санкция салады? Солтүстік Кореяден не шығады халықараға? Солтүстік Корея өзі халқы қазір жабай шөптің тамырын қазып жеп отыр. Адамдар аштан өліп жатыр ол жерде. Ол жерде бір тауар өнбейді. Не Америка мен Солтүстік Кореяның ортасындағы сыртқы сауда $0 сауда жүреді. Оның несіне санкция салады? Егер екі ортада ешқандай тауар айналысы болмаса, немене қылған кедендік салық болады? Сен мысал, сен Алматыда бір қазақсың, осы сұрақты қойып отырған, мысал Қызылордадағы бір қазақсың. Мысал сенімен анау Танзания дейтін елдің тауарына бойкот жариялайық, біз Танзаниядан тауар алмайық дейсің. Сенімен Танзанияның не қатысы бар? Танзанияда не тауар бар, сен бойкот жариялайтындай? Немесе Африкадағы Того дейтін республиканың тауарына бойкот жариялайық деп айғайлаған сияқты. Тогодан саған бір тауар келіп тұрған жоқ қой. Сьерра-Леон деген мемлекет бар Африкада, құрттай ел. Содан саған 1 грамм тауар келіп тұр ма? Бір құрттай бір тауар бар. Сен оған бойкот жарияласаң, не кедендік салық енгізсең, оның несіне салғалы отырсың? Солтүстік Кореяге салық салмады дейсің, сол әңгіме. Беларусьқа неге кедендік салық енгізбеді? Ол Путиннен қорқады. Ресейге кедендік салық енгізбепті. Анау, мынау дейді. Ресей немене сатады сыртқа? Ресейдің сыртқа шығаратын водкасы бар. Оның өзі қазір санкциядан кесірінен ол сатылмайды. Ол тауар ретінде шетелге өтпейді ол. Жезөкше қыздарына кедендік тариф енгізгенде ол жезөкше қыз деген тауар емес, кеденде тауар ретінде рәсімделмейді. Сонда Ресейдің не тауарына олар кедендік тариф енгізу керек? Беларусьтың қандай тауары бар халықараға тауар ретінде сатылып, сосын бар болған кедендік тариф енгізетіндей? Несі бар Ресейдің, Беларусьтың, Солтүстік Кореяның? Еуропаның өзі Трамппенен ымыраға келуге мәжбүр болды. Урсула фон дер Лайен не деді? Біз Еуропа мен Америка ортасында өнеркәсіптік тауарларда нөлдік кедендік салыққа келуге тырысамыз деді. Ондағы мақсат не? Германияның, Францияның өндірген тұрмыстық техникасы, көлігі, машинасы, Мерседес Бензі, Францияның қандай көлігі бар еді, сол Америкаға енді жаңағында жоғарғы кедендік тарифке ұрынбай, нөлдік тарифпен кірсе, бізде сіздің тауарларыңызға анау жаңағы Американың машинасы не еді, анау büyük машинасы бар, GMC, General Motors машинасы бар, тағы қандай машинасы бар, Ford машинасы бар. Бізде содан нөлдік кедендік салық алайық дейді. Одан бұрын Еуропаға айтушы еді. Ford жоғары кедендік салықпен кіретін Еуропаға. GMC, General Motors жоғары кедендік салықпен кіретін. Енді Трамп сен менің машинемнен жоғары салық алсаң, мен сенікінен алам дегенде амал жоғынан нөлдікке келейік деп отыр. Трамптың мақсаты кедендік салық салу емес, екі жақтағы әділетсіз, теңсіз кедендік салықтың барлығын жойып, Американың мүддесін жоғары көтеру, оның мақсаты сол ғана. Ал тағы қандай әңгіме бар? Не жұмыс жасайсың, ақша қайдан келіп жатыр деймін дейді. Менің ақша принтерден шығаратын үлкен затым бар. Сүф десем, доллар сақылдап принтерден шығады. Жауап осылай. Сен не жұмыс жасайсың, ақша қайдан келеді демей, сен Назарбаевтың Қазақстаннан ұрлаған 30 жылдағы 300-400 триллион ақшасын, Дариғаның, Динараның ұрлаған ақшасын, Құлыбаевтың қазіргі күні түн ұрлап жатқан ақшасын, Тоқаевтың ұрлап жатқан ақшасын, сон есептеші, айналайын. Мынандай арзан көлікте, арзан iPhone 13 телефон ұстап алып, саған эфир жүргізіп отырған менің ақшамды есептеп басыңды қатырмай, ой бейшара сорлымай.
Ей, сенің өміріңді ұрлап, сені бақытсыз сорлы қылып, сенің ұлыңды, қызыңды, немереңді қор қылып, ана Қанішер, Назарбаев, Тоқаевтың тұтас ұры кланы отыр ғой. Бүкіл Жаңа Қазақстан Дубайда. Жаңа Қазақстан бар. Қайда? Дубайда. Жаңа Қазақстан Қазақстанда емес, Дубайда. Бүкіл облыс әкімін, қала әкімдер, Астананың әкімі, Алматының әкімі, бүкіл облыстың әкімдерінің бәрі байлығы Дубайда, шетелде. Сен солардың ақшасына ойлап басыңды қатыршы. Мынау адам надан болса, сорлы болса сөйтеді екен ғой. Қандай сұрақтар бар? Менің ақшамда атаңның басы бар ма деп айтыңызшы, тағы хит болсын. Ай, Аллай, қазақтар, ай, хит болсын дейді. Я, оны бәрі хит қылып салып жатыр екен, енді айтайық енді. Менің ақшамда атаңның басы бар мей, сорлау. Назарбаев ұрлаған 400 триллион ақшаның жоғын жоқта болшы. Мынау Тоқаев, Құлыбаев, Дәриға, Динара, бүкіл облыс әкімі, қала әкімі, осы ұры-қары қарақшылар ұрлап алып кеткен триллиондардың жоғын жоқташы. Менің ақшамда атаңның басы бар ма? Ал енді қит қылыңдар енді. Ал тағандай сұрақ бар. Ассаламағалейкум аға, Қытайлар енді саудасын Орта Азияға бағыттай ма дейді Ерболат. Қытай Орта Азияға, Америка мен Еуропаға саталмаған тауарын енді тасқын сең сияқты ағызуы мүмкін. Уағалейкум ассалам. Себебі бұл енді Орта Азияның қалыптасып қалған экономикалық жүйесінің тас-талқаны шығарады. Енді бұл Қытай Ресей нарығына, Орта Азияға күшегеннен басқа енді оның тауарын алатын басқа жүйе жоқ. Еуропаның өзі қазір Қытайға санкция салып жатыр. Оңтүстік Корея салып қойды кедендік тариф. Вьетнамның өзі кедендік тарифті енгізіп қойды. Сондықтан бұл жерде Қытайдың жағдайы шынында қиындау. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай сұрақтарыңыз бар? Менің сұрағым дейді. Сұрағыңызды қайталап жіберіңіз, мен көріп үлгірмеймін ғой. Астынан лып етіп жазулар секіріп жатыр. Мен көріп үлгірмей қалам. Секе, Қазақстанның жағдайы не болады? Қазақстанның жағдайы бұлай болады. Ресей мен Қытайдың кез келгені мемлекет ретінде тығырыққа тіреліп күйрегенде, құлағанда Қазақстанда алапат төңкеріс болады. Ол кезде қазақ өзі-ақ көтеріледі. Ол кезде министрлердің өзі Тоқаевты таппай қалады, таба алмай қалады. Құлыбаев, оның әулеті, әкім, Алматы қалалық әкімшілікке барсаң, ішінде адам жоқ болады. Тіпті жаңа жалаң еткен киімбілер, полицейлер, жаңа бастықтар да жоқ, өздері не істерін білмей, оңды солды жалаңдап, қысқасы тотиып көшкен жұртта қыңсылап қалған қаншық, кәрі қаншық иттер ұқсап қалып қалады. Сол кезде қазақ даласы қанмен жуылады. Қашып кеткен билік иелері қашып үлгіреді де, қаша алмай қалған атқарушылар, солардың жаңа сызғымен жүргендер. Отқа секір десе отқа секіріп, суға секір десе суға секіріп жүргендерін халық қуып жүріп, қолын қол, бұтын бұт қылады. Қазіргі мына Қазақстанның барлық жерінде сондай жағдай болады. Менің бұл сөзімді қайдан көріп отыр демеңдер. Мен әлгінде айттым. Менің айтқан саяси осындай тұжырымдарымның қаншауы дәлелденді осығанға дейін.
Осы да дәлелденеді. Осы да дәлелденеді. Депутаттарыңды астанада бауыздайды қазақтар. Ешкім ұйымдастырмайды. Мен де бауызда деп айтпаймын ешкім. Бірақ ашынған ызалы қазақтар, аш қалған қазақтар, әбден тығырыққа тірелген қазақтар ана парламентке басып тұрып, ана депутаттарды шаштарынан ұстап тұрып, тамақтарынан орады. Әкімдерді орады. Қатындарын, тоқалдарын, бала шағасын қырып тастайды. Қазақстанның бүкіл даласы қанмен жуылатын бір заман келеді. Мына зұлым билік, қазақтарға тісін батырған, тізесін батырған, мына полицейлер, кембілер, прокурорлар, судьялар, оның бәрі қашып үлгірмейді. Тек ең жоғарғы биліктегі санаулылар ғана қашып үлгіреді. Ал қалғандары қазақтардың қолында мерт болады. Міне. Ай, жақсы, қалың елім, қазағым, бізде түннің бір уағы болыпты. Бізде қазір Вашингтонда түнгі сағат 2-ден 43 кетіпті. Мен демалайын, түнгі сағат 3 болайын деп қапты. Мен әлі құптанымды оққан жоқпын. Сіздерде қазір 11-ші сәуір қанша болайын деді? 11-ден 43 кетті ме? Қанша болды Қазақстанның уақыты? Қанша болды уақыттарыңыз? Қанша болды? Өз видео тұнық па, дауыс тұнық па? 11-ден 44. 11-ші сәуір, онда жақсы демалайық. Аман сау болыңыздар, қалың елім, қазағым. 11-ші сәуір екен сіздерде. Біз міне 10-ші сәуірден бастап лекция сөйледік. Сол 10-ші сәуірді бір еске алайын деп сөйлеген лекциям. 10-ші сәуір менде YouTube'те, енді менің бүкіл тарихым YouTube'те жазылып тұр ғой. Сол YouTube'те жазылсыншы, 100 жылдан кейін біздің сүйегіміз қурап қалған кезде бізді зерттеген қазақ бұл 10-ші сәуірдің мәнін білсінші деп лекция сөйледім. Қандай сұрақтарыңыз бар? Соңғы 1-2 сұрақтарыңыз болса қояйық енді. Басқа маңызды сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар болса, бар деп жазып қалыңыздар. Мен бір әріпті көріп қалайын сөйтіп. Болмаса, онда қоштасайық. Үйге кіріп, ғұсыл дәретімді алып, жуынып, шайынып, құптанымды оқып, 1-2 шамам жетсе нәпілімді оқып, Құдайға құлшылық жасап, еліме, жеріме, халқыма, қазағыма, отаныма, орыс жаулап алған қазақ жеріне, Қытай жаулап алған қазақ жеріне, бандит, қарақшы, орыс құл, Қытай құл жаулап алған Қазақстан жеріне Алладан жақсылықтың нұры төгілсін деп дұға тілек жасап ұйықтайын ары қарай. Теңге не болады дейді. Теңге аяқ сүртуге де жарамайтын сабан ақшаға айналады. Ал жақсы, қалған әңгімені ертең күндіз жалғастырайық. Мен өз бірнеше күн қатты қарбалас болдым. Сосын ары қарай енді қалған әңгімені бұдан кейін күндіз жалғастырармыз. Аман сау болыңыздар. Аман сау болыңыздар. Сіздер де, біздер де аман болайық. Сосын бір нәрсе. Егер сіздер ендігі эфирде менің жауабымды естігілеріңіз келсе, сұрақтарыңызды осы эфирдің астына жазыңыздар. Сұрақ деп қойыңыздар, қос нүкте қойып жазыңыздар. Мен бүкіл комментті оқимын. Бүкіл комментті оқимын. Сондықтан сіздің осы эфирде сұрақтарыңызға жауап алмасаңыздар, осының астына комментарийға сұрақ деп қойып кетіңіздер. Мен келесі эфирімде оған жауап беремін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Бөлісіп, таратып, коммент жазып кетіңіздер. Армысыздар қалың елім, қазағым. Армысыздар Алталаш.
Ассалаумағалейкум, қара орман халқым. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Ендеше бүгінгі Серікжан Біләшұлымен онлайн сұрақ жауап деген платформамызды бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше бастадық. Онлайн сұрақ жауап қазір тек қана осы YouTube арнасындағы Атажұрт Қазақ Human Rights USA ақш арнасында жүреді. Instagram мен Facebook'та бүгін жүрілмейді. Ендеше осыған бастап кеп жіберіңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Осы қойған сұрақтарға қаратып біздің көзқарасымызды, жауабымызды береміз. Ендеше біз сіздермен біргеміз. Ендеше осы сұрақтарыңыз бар ма? Соғыс туралы, мемлекетіміз туралы, ұлтымыз туралы қандай сұрақтар болады? Ендеше бірінші сұраққа жауап бере кетейік. Ол біздің жекемізге шығып, Фейсбукте, мессенджерге жазған бауырымыздың сұрағы. Өзіміз жақсы көретін бауырымыз Фейсбукте былай деп жазыпты. Соғыстың соңы не болады депті. Бұл енді соғыс екі түрлі аяқтайды. Бірі біздің үміт еткеніміз бойынша, біздің армандағанымыз бойынша, әрине бұл да көптеген батыс политиктерінің, батыс саясаткерлерінің арманы, үміті болуы бек мүмкін. Ол бойынша болғанда соғыс түбегейлі аяқтайды. Яғни Ресейге деген санкция жалғаса береді. Кәдімгі бір-біріне қару лақтыру, Киевті қоршау, Мариупольді қоршау, тағы анау Харьковты қоршаулар аяқтайды, бірақ тиіп қашқан партизандық соғыс тоқтамайды. Сөйтіп, бірін-бірі кінәлау артады. Ең соңында Ресей санкция жалғаса береді. Сол санкция жалғасқаннан мол жалғасып, ең соңында Ресей экономикасы күйреп, 1990 жылдың қалпына қайтады. Сол қайтқаннан мол қайтып, Ресейді басы бүтін күйрету, яғни Ресейді талықсыту, шаршату, күйрету, аздыру, тоздыру бағыты. Халқы бәленбай 100 миллион орыс босып шетелге кетеді. Сөйтіп қысқасы ешқашан енді 100 жылда да қалпына келмейтіндей қылып Ресейді тасталқан қылу. Бірақ былайша айтқан кезде мына азаптың ең үлкені болады екен. Мына қылтасын қию деген. Бұл енді бұрынғы заманда, ескі заманда осы көшпенділерден қалса керек, жауының қылтасын қиып тастайды екен де, сол қансырап ағып жүре алмай аяғы мен сөйтіп құрып өледі екен. Енді оны өзімізде көрдік. Осы біздің туған жерімізде бір жұрттың бәріне зәбірі тиген бір сүмелекте өте сорлы, өте сүмелек біреу еді. Сол енді тіпті соны да сөйтіп қылтасын қиып, мына құбының құмына лақтырып кеткен. Сол қылт бармақ көбес сөгілгенше жаңағы жер тырнап барып, жолдың шетіне, тас жолға жетер жетпесте өліпті. Енді осындай сол қылтасын қию мүмкін Ресейдің. Немесе тағы бірі мына қан тамырын, артерия венасын тіліп тастайды да, сосын сол қансырап ағып, ірі тамырын қияды да, сол қансырап ағыққанша сол азап, сөйтіп барып азаптап өлтіру тәсілі бар. Тура сол сияқты осы жолғы соғысты да сол шексіз азапты болсын деп, шексіз түрде Ресейге қинау мақсатында өстіп жалғастыруы мүмкін. Бірақ үлкен көлемдегі соғыс аяқтайды. Украинаның тыныштығы кепілденеді, Киевтің тыныштығы кепілденеді, зымыран ату тоқтатылады, Мариупольге шабуыл тоқтайды, бірақ ең даладағы шарпысқан соғыс тоқтамауы мүмкін. Ал бұдан Путинге түсетін пайда не? Бұндай келісімге Путин неге қол қояды? Путиннің бұндай келісімге қол қойғандағы мақсаты ол қазір украиндердің қайтарма шабуылға шығып, тіпті қолына тиген зымырандармен Мәскеуге немесе Ресей жеріне, орыс жеріне шабуылдауының алдын алып, Путин ес жиып алуы мүмкін. Немесе осы арқылы Қытайдан ба, Қазақстан ба көмек алып, жаңағы әзіргі себебі олардың Украин жеріндегі танкілері тоқтап қалды. Оларға азық-түлік жеткізе алмай отыр, оларға сәлерке керосин жеткізе алмай отыр. Осындай жағдайда олар енді сол бір ес жиып алып, әл жиып алып, қуат жинап алу мақсатына жету мүмкін. Дәл қазір Түркияда осы дәл қазіргі сәтте болып жатқан жиналыстан бізге Түркия жақтан жеткен ақпаратта Ресейдің
келіссөзге келген адамдары әуежайға кетті дейді, жаңағы Ресейге қайтуға, бірақ украиндер біз тағы келіссөз өткіземіз деп қалып қалды дейді. Егер ресейліктер кетіп қалған болса, онда олар неге қалды? Жоқ әлде украиндер бұл жерде Ердоғанмен бөлек келіссөздері бар ма? Жоқ шынында бұл жерде тағы біз түсінбейтін басқаша бір сырлар бар ма? Қазірше белгісіз. Бірақ екінші бір соғыстың тағы бір қыры, Ресейді ең соңында атом қаруынан бас тартуға мәжбүрлейтін, немесе қырғындағыш, жойғыш, биохимиялық, биологиялық қарулардан тартып, зымырандарды, қаруларды қолдануға тыйым салып тастайтын. Ресейді қатардағы қарапайым бір елге айналдырып тастайтын. Тіпті Ресейді 25-26-ға бөлшектеп, орысты бар Петербург мен Мәскеуді ғана Ресей республикасы қылып қалдырып, қалған республикаларды анау қиыр шығыс Сахалинге дейін бөлшектеп, әрбір Латвия, Литва, Эстония шекарасын алып, мынау Калининградты Польша алып, тағы Эстония өз жерін алып, Қазақ біраз жерін алып, Жапон Курил аралдарын алып, сонымен жаңағы бүкіл Ресейдегі есесі кеткен халықтар Ресейдегі жерін алып, сонымен Ресейді тек қана Еуропадағы қарапайым бір республикаға айналдыру, бұл елді біз күткен, біз армандаған ең керемет соғыс нәтижесі еді. Бірақ өкінішке орай оған бара ма, бармай ма қазір белгісіз. Енді біздің қазірге дейін осы сондай бір 100 мың қазақ соғысқа аттанып Украинаға көмектесуге барыпты деп естіген жоқпыз. Қазірге дейін мен білетін Украин жерінде соғысып жүрген қазақ екеу ғана. Өте өкінішті. Кем дегенде бір 30-40 мың қазақ барып Украин жерінде әскери жаттығудан өтуі керек еді. Сол 30-40 мың қазақ ертең Қазақстанға қайтып келіп, мынау Қазақстанның тыныштығы менен, Қазақстанның шынайы демократиясы үшін еңбек сіңіру керек еді. Бұл енді өте өкінішті болып тұр. Шайым қайда екен десем, шайым екен. Ал енді сіздер сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Мен бір ұрттап алайын осы. Әлгінде арнайы жасадым. Қою қып тура. Қоңыр қып тұрып сүтпенен ішкенді ұнатам. Ал, бастайық міне. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Осындайда бір хатшы болса, ана сұрақтарыңызды принтерден шығарып, басеке деп маған берсе, бүйте оқып тұрып жауап берсем, қатып кетер еді деген ағай. Сондай бір күнге жетсек деп ойлайсың ғой шіркін ай. Бірақ ондай күнді, ондай бәленбай қатты түге